Әкем қайда? Әкең таң атпастан әкімшілікке кеткен. Оразасында ашқан жоқ. Әкімшілікке кейде әкім жүмбірін барып отырады. Әкем келмей тұрып үйден кетіп қалу керек. Неге? Әкімшіліктен жаңалық әкеледі де, мына жерде бізді терлетеді. Аманшылық па? Енді кетіпсің. Шаруа былай. Ауданымыздың әкімшілігі таңдаулы жанұялардың арасында өз үйім, өлең төсегім деген байқау жариялады. Соған қатысушылар өздерінің жанұясы туралы видео түсіру керек екен. Видеоблог қой сонда. Иә, ғаламтордан көп лайк жинаған отбасын теледидардан көрсетеді екен. Айтпақшы, лайк деген не? Ол Жұлдызбаевтар отбасы. Біз өте тату тәтті, айрандай ұйыған жанұямыз. Бір-бірімізге ешқашан дауыс көтеріп сөйлеген жан емеспіз. Не болды? Неге күлесің? Жат ештеңіз. Күлкілі бір нәрсе айттың ба не? Жоқ деймін, бәрі жақсы. Ашуланбасаңшы. Біз дегенің айрандай ұйыған жанұя емеспіз бе? Ата, айғайламаңыз. Әйтпесе дәл осы видеоны ғаламторға салып жіберем. Қойыңдаршы, бұл маған ғана керек па сонда? Түсірмесең түсірмей-ақ қойыңдар. Қош бол. Біз қазір осы жерде төртеуміз ғана отырмыз. Біздің отбасымыз үлкен. Балаларымыздың біреуі шетелде, біреуі бөлек тұрады. Біздің үйде тәртіп қатал. Әскери режим десек те болады. Балаларым қандай қиыншылық болса да табандылықпен жеңіп шығарады. Өйткені олар офицердің балалары. Қайталап айтам, офицердің, академиктің емес. Мен өз отбасымды мақтамаймын. Мен өз отбасыммен мақтанамын. Қап. Не болды? Не? Рэк дегенді басуды ұмытып кетіпті. Ой, сен де бір салғыртсың. Жаңа айтып өткендей, біз тату тәтті өмір сүріп жатырмыз. Отбасымыздың әскери тәртіпте өскені қандай керемет. Мысалға айтайын, Әмина екеуміздің отау құрғанымызға 30 жыл болса да... Қайдағы 30 жыл? Қалған 4 жылды қайда жібердің? Тоқта! Сонда сен осы уақытқа дейін біздің отау құрғанымызға қанша жыл болғанын білмеймісің? Ту, Әмина, қойшы енді. Өшір арауыңды! Өшір! Ал, мынау менің келінім Аружан. Аружан келгелі Әминаның қолы ұзарды. Менің келінім дүниедегі ең ақылды, ең инабатты, ибалы келін. Ас үйдің шаруасын жақсы істейді. Жауапкершілігі өте мықты. Немене иіс шығып жатыр? Тамақ! Әне, келініңе көз тиді. Қайтадан түсіреміз ба? Болайық енді ұят болып, 4-ші рет түсіріп жатырмыз ғой. Еріккен адам не істемейді десеңші. Болмайтын затқа уақытын құрды. Оның үстіне менің де уақытымды алды. Қайтарыңдар менің 7 минутымды. Техникадан нені сұрап отырсың? Далаға кеткен 7 минутымды қайтарсын деп сұрап отырғаным ғой. Ол телефон уақытыңды алмаса, қайтармайды. Не көріп отырсың? Көршілеріміз ауданымыздың YouTube арнасы жариялап жатқан видео байқауға қатысып жатыр екен. Көне, әкелші көрейін. Өй, әке, не қыласыз уақытыңызды құртып? Не түсірген дейсің? Бір отбасылық видеоблог қой. Тоба, осы жасқа кеп еріккен екен. Соны айтам. Ата сақалдар аузына жеткенде не сұмдық бұл? Соны айтам. Отбасымен бірге түскен. Әмина да жүр ме?
Иә, Шетел көрмеген деген осы. соны айтам. Одан да немере бағып, үйлерінде тыныш отырмай ма? Соны айтам. Сен де соны айта береді екенсің. Көрдіңіз ба, әке? Көрдім. Осы үйдің камерасы қайда? Не болып қалды? Түсіреміз. Академиктің отбасы емес дейді. Академиктің отбасы қандай болу керек екен, мен түсіндіріп берейін. Түсіреміз. Дұрыс, әке. Не айтам? Ой, шақырмасаң. Қалай шақырмалам? Білмеймін, отамаққа шақырсаңшы. Қалай? Енді күйеуіңіз қой қаяқтан білем. Келінге айт, штативті дайындасын. Штативті тығып қой. Таптым. Мен базарға кеттім. Қаншалай болды? Біреу, оның өзі мен басқан. Берші менде өзі. Ата оны әркім өз аккаунтынан кіріп басады ғой. Сол аккаунтқа кіру үшін не істеу керек? Оған бірінші email керек, сосын Google-ға тіркелу керек, тағысын тағы дегендей. Партия қатарына кіру оңай болған екен ғой мынауынан. Уайымдамаңыз, мен қазір өз инстаграмыма салам, бәріне лайк басын деп айтам, болды. Қанша оқырман бар инстаграмында? 79. 79? Басқан лайктардан YouTube атылып кетпесін? Атылмай? Менде бар болған 79 оқырман ғой. Қайш болды. Өмірімдегі ең қиын таңдау ол әскерге бару, немесе институт бітіріп, ғылыми жобалармен айналысу. Мен екіншісін таңдадым. Себебі әскерге барып босқа уақыт өткізгенше, одан да мемлекетіміздің ғылым саласына үлкен үлес қостым. Оған ешқандай өкінбеймін. Қазір Құдайға шүкір жағдайым жақсы. Көрші, ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам, көрші. Қалыңыз қалай? Қалым жақсы. Көрші, жарты бөлке нан бере тұрасыз ба? О не дегеніңіз? Әрине бере тұрам. Өзіңіз ас үйге барып ала берсеңізші. Ой, рахмет, көрші. Сізге рахмет. Мен ала берейін. Иә. Мінекей, мен тек қада ғылым саласына емес, көршілерге де көмектесіп жатырмын. Стоп, қалай? Түсті ма? Қалай шығыпты? Күшті шыққан сияқты, бірақ әке, анау соңына қарай лайыққа лайықты академиктер отбасы деп айтсаңыз жақсы болар еді. Е? Солай ма? Одан да қайтадан бас. Эй, көрші! Қалайсың, ей? Қалай? Салам алейкум. Қалай жағдайың? Не жаңалық? Бәрі жақсы. Шүкір әйтеуір. Анау әкімшіліктің тапсырған байқауын не істеді? Қайсысы ана видео ма? Жасым 60-қа келгенде соны мен түсіріп жүрем ба, бала құсап. Сен осы түсіріп қойған жоқсың ба? 60-қа келген сен түсірмегенде мен оны қайдан түсірейін? Отставкадағы офицерлерге жараспайды ғой ол. Жарайды, көрші. Жарайды. Мен онда кеттім. Жақсы, кеттім. Өшір ана бәлені. Неге ол енді лайк жинап бастады? Өшірден ғой. Жарайды. Не болып қалды? Көршілерге мазақ боп қалармыз. Баланың ойны ғой мұны. Сен неге тоқтатпағасың? Мәссаған. Көршілерде видео түсіріпті. Қайсысы? Танымалықтар? Әскерге бару, немесе институт бітіріп, ғылыми жобалармен айналысу. Мен бұл телефон несиеге алып едім. Енді кепілдікпен жөндеп берем екен. Еденге ұрып сындырған телефонды қандай кепілдік болса да жөндемейді. Әке, неге ашуланып кеттіңіз? Неге ашуланбайды? Сен ана академиктің не айтып тұрғанын көрдің бе?
әскери форма кигендердің бәріне тіл тигізіп тұр ғой. Ата, мен телефоным не жазығы бар? Қой қойшы, жаңасын алып берем. Ерік, телефоныңды Ерболға бер. Ербол түсірсін мен. Ербол, камераға түсір мен. Мына телефон барып, еденге өзі жабысық болды десем, сене ме екен сервис центр? Мә. Оқымысты. Сен ақымақсың ба? Жоқ. Сенен олай сұрауға болмайды екен. Сен барып тұрған ақымақсың. Әскерге қызмет етпепсің. Бұл өмірге келмепсің деген бар. Мылтықтың қандай екенін білмейтін көзілдірік дейсің. Сонда мына мен бар мылтықтың не екенін білмейді ғой. Керек десем мен мылтықты 7 бөлшекке бөліп, оның құрамын айтып, әр деталін талқылап берем. Ал сенің қолыңнан ондай келмейді. Себебі сен өзіңнің әскеріңде қолыңа жарлықтан басқа еш нәрсе ұстаған жоқсың. Солай. Стоп. Түсірдің ғой? Түсірдім. Енді осыны сал. Өй, әкіңнің. Түсір. Әке, олай құр әңгіме ұрса бергенше, одан да рэппен қайтарсаңызшы жауапты. Мысалға, Америкада да бар, рэперлер өз арасында даудамайды, рэп батыл арқылы шешеді. Сіз де дәл солай жауап қайтарсаңыз. Рэп батыл дейсің бе? Жақсы, оған да көндік. Бастысы бізге ананың аузын жабу керек. Сен маған рэп батылға көмектесесің. Жоқ, мен жұмысқа кетем. Кетпейсің. Я, көмектесін. Мен де кепкалар рэперлерге арналған. Күлгін түсті болғасын, кей алмай жүредім. Сізге жұмаңызда дәл келетін сияқты. 7-20-25 ипотека! 7-2-7. Ол не? Алматы қаласының коды ғой. Әскерге де бармадың, оқымыстылықты таңдадың. Балам айтсын қалғанын беу! Йо, казарма наряд, шаршап кеттім әке, қашан ішеміз обед, ашылып кетті дәл қазір менде тәбет, ғылыми жоба қорғау, жоқ, біз үшін ол қара бет, по распорядку дня бүгін бізде обед. Беу! Дабылмен таңда тұрмадың, қару ұстап көрмедің, ар жағымның экранның, маған қарап сөйледің. Жетер! Пагон тақпағандарға айтқан сөзің бекер! Саппен жүріп көрмесең, оқығандарыңның барлығы бекер! Беу! Хөп! Абзал! Алматы қаласының коды ғой. Абзал! Әскерге. Не бұл? Тығыл. Неге? Наңғара Жұлдызбаевтардың отбасы рэп батыл түсіріпті. Қазір әкем көретін болса, сендерге де түсіруге тура келеді. Енді әкем көре қоймайтын шығар, ең басы сен үндеме. Онда маған шуба алып бересің. Қайдағы шуба? Онда әкеме айтам. Жарайды, шуба болса шуба. Абзал. Сен рэп батыл не екенін білесің ба? Онда камераны дайында, сөз жаз, түсіреміз. Не? Түсіреміз. Йоу, баш академиктің балаларының атынан қайдасыздар? Йоу, көзіліктеріңіз көрінбейді. Йоу, әкем менің академик жүр ғой мені демеп, өмір бойы ақша жемеді. Әскерге маған барма денеді, оған бір ғана себеп, өйткені далаға. Йоу, көп уақыт кетеді. Академикпін көзілдірік киген, формулардың бәрін жатқа білем. Мен үшін басқа мамандықтың бәрі арзан.
солдат деген мамандық, ол ормандағы Тарзан. Бұл батылды бастаған менің көршім офицер. Айтпақшы, ол да армияға барған. Таусылды ғой сенің әңгімең. Осы болды ма жүрегіңнің қалауы? Көтер жеңілдім деген жалауды. Енді сенің сөзің таусылды, себебі сен Мұстафтан басқа кітап оқымағансың. Не істеп отырсыңдар? Адыраспанды түтетіп тастап? Сен неге менің шубамды киіп алғансың? Қоя тұршы, кейін түсіндірем. Әкем рэп индустрияға жол тартты. Әкелші, көрейін. Индира, егер де мына видеоны байқаусыздан өшіріп тастасаң, қыста шуба киесің. Ал өшірмей ғаламторға салсаң, 2 шуба киесің. Ойпырмай, не деген тегін тарқатылып жатқан шубалар? Біздің бағана түсірген видеомыз аз уақыттың ішінде 350 мың қаралым жинапты. Мәссаған. Ойлаңызшы, астына тіпті адамдар пікір толтырып тастапты. Не депті? Сушидің жарнамасына рэп оқып бере ма дейді. Мен ме? Иә. Сосын Аташка в тренде деп қояды. Сосын не дейді? Бұл кісіні қайдан тапсақ болады дейді. Ата, бұны пайдалану керек. Бізге бірігіп жұмыс жасау керек. Жобаның аты MC Ербол мен рэпер Ата болады. Мен жұмысқа кетіп баратым. Не қарап отырсыңдар? Ергаға, біз бағана түсірген видео бар ғой? Иә. Сол 350 мың қаралым жинапты. Мені жұмыстан не көп тұрғанын білетін сияқты. Жарайды. Сол қаралымды қайта қосып, миллионға жеткізуге болмай ма? Ойланып көру керек. Онда қос. Тағы да бір қарап шығайық. 650 мың рет қараймыз ба? Қос. Ай, ата. Бір күнде бағыңыз жанып кете салды ма? Еріп неге көңіл күйсіз шығып кетті? Үйден не қарап отырсыз, әке? Жеңше, сұрақтарыңыз тым көп. Қазір атама сұрақ қою үшін мен арқылы қою керек ол сұрақты. Мен бұл кісінің жеке администраторым. Администраторың не сен? Мен саған не? Ресторанмын ба? Жоқ, ата. Әр танымал адамда өзінің жеке админі болады, администраторы. Иә. Сіз қол жетімсіз болу керексіз. Мен деген вайнермін ғой, мен бұл осы салада жүрмін. Мен түсінемін оның бәрін. Маған тіптен қызық болып кетті ғой, не жайлы әңгіме болып жатыр мұнда? Бұрын еріктерді үйге жалғыз қалдырып кеткенімде бірдемені бүлдіріп қоядым. Сендерді жалғыз қалдырғаныма өкініп тұрмын. Не бүлдірдіңдер? Апа, 10 рет естігенше, 1 рет көріңіздерсіздер. Иә. 727. Не? Алматы қаласын көрдім. Әскерге де бармадым. Еріп, саламалейкум. Тоқтай тұр, рэперлер сияқты мындасамыз ба? Қойшы сол рэпті. Бәле болды ғой. Айтпаш, соған қарағанда сен де түсін келмеген сияқты ғой. Деген мені сенен мықты рэпер шығатын еді. Тыныш. Рэп деген сөзді көп айта берме. Жұмысшылар естіп қойса. Бәлеге қаламыз. Йоу, әйгілі рэп жұлдыздар және олар жұмыста. Сен атқан мені? Атқан сіз? Неге? Енді әрбір рэпердің биографиясына қарасаң немесе атқан, немесе түрмеде отырған. Қайып деп осын айтыңдар. Біздің ютубның жұлдыздары, біздің кеңсенің құндыздары. Қойыңдар, жұмыс істеңдер, давайте. Туған туысқандардың барлығы хабарласып жатыр. Қалай шапты? Не деп жатыр? Айтпақшы, келесі рэпке сөз жазып қойды. Танымал болып кетсең көшеде ұят болатын болды. Немене, қызғанып отырсың ба? Мынаны тоқтату керек. Мұны тоқтататын? Мен рэп видео дайындап қойдым. Мынаны емес.
видео түсіргендеріңді тоқтату керек. Сонда сіз мына видеоға түскіңіз кеп тұр ма? Иә, қазір түскім кеп тұр. Атан түйе ойнаса жұт болады деген. Қартайғанда өсекке қалатын болдың ғой. Оны өсек демейді. Не деуші еді? Хайп дейді. Құдай үшін өшір шанауыңды. Осыдан не шығады? Тек аудандық байқауға қатысам деп, реп айтып, ғаламторға танымал болып кеттің ғой. Репті айтпайды. Репті оқиды. Айналайын-ау. Сен реп оқитын жасқа емес, бата оқитын жасқа жеттің ғой. Алло, тыңдап тұрмын. Сұхбат алуға дейсің бе? Жарайды. Мекен жайды білесіңдер ғой? Күтемін. Әне? Сұхбат алуға кел жатыр. Ал сен маған қой дейсің. Жарайды. Осыны дұрыс деп тапсаң, оған да көндік. Сұлу жақтарыма қоңырау шалайын. Кешкісін менің сұхбатымды өткізіп алмай қарасын. Жылдамдат уақыт жоқ дейсің. Ал балам, бергеш? Ау аға, ассалаумағалейкум. Уағалейкум. Кеше жүрсіңдер ме? Байда әлеуметтік желіде лезде танылып кеткен бір ағамыз бар екен, соны түсіруге келдік. Басқа видео көрген жоқсың ба? Басқа видео. Шынымды айтсам, сол видеоны мүлдем көрмеппін аға. Бізді жібереді, түсіреміз осылай жұмыс болғаннан кейін. Негізі, мен айтайын. Аға, ренжімекші, асығыс еді. Иә. Жақсы. Тікелей эфир дейді. Аға, қазір камераны қосқан кезде сасқалақтап қалмаңыз, жарай ма? Ой, мен камера дегенге үйреніп кеттім. Саспа. Армысыздар ағайын. Бүгін біз мінекей әлеуметтік желіде лезде танымал болып кеткен, өзінің көршісімен батылға түскен Танымалов Арғын мырзаның үйіне қонаққа келіп отырмыз. Не? Арғын мырза? Қайдағы Арғын? Мен Арғын, бұл Жұман. Арғын дейсіз бе? Иә. Ареке дей бер. Енді негізі бұл батылды бастаған менің көршім Жұман. Мен енді мына халықтың алдында жеңілгенімді мойындаймын. Жұман жеңді. Жақсы. Бәрекелді, ендеше мына сұраққа жауап беріңізші аға. Неге дәл қазір үйде әскери киіммен отырсыз? Мен өмір бойы ғылымның соңында жүріп, әскерге бармадым. Соған мен қатты өкінемін. Содан кейін үйде әскери форма киіп жүретін болдым. Әсіресе ана батылда Жұманның айтқан сөзі маған қатты тиіп кетті. Енді осыдан бұлай үйде әскери форма киіп жүретін болдым. Ал аға, сізді көргенімізге қуаныштымыз. Аман болыңыз, сау болыңыз. Рахмет. Сау болыңдар, аман болыңдар. Үй осы, келіп тұрыңдар. Әрқашанда жаңалықтармен бөлісуге даярмыз. Жақсы, жақсылықта жолығайық. Бері тыңда. Мен әлі саған көрсетем. Арғын. Жұман. Арғын. Иә, Жұман. Абзал жұмыссыз. Абзал жұмыссыз.
Маған қызық емес сендердің отбасыларың қандай жаңалық? Жаңалық. Жоқ, мен Ойдың орманды, қабат қорғанды, тарқатылған бір рыңдай, тарам жолдарды көру үшін аралға асығам сапарға. Жүрсең алыс жерлерде